балаларға арналған кешкі ертегімізді бастаймыз. Қызыл телпек деп аталады. Бір деревняда кішкентай қыз бала тұрыпты. Ол өзі сондай сүйкімді екен. Тіпті бүкіл әлемде бұдан әйбат бала болмапты. Анасы оның жанындай жақсы көріпті. Ал әжесі одан да көре аялапты. Немересінің туған күнде әжесі оған қызыл телпек сыйлапты. Кішкентай қыз жап-жаңа әдемі телпегін басынан тастамай киіп жүретін болғандықтан, оны қызыл телпек деп атап кеткен. Әне, қызыл телпек келе жатыр. Ай, алақай жақсы болды ғой. Әжеме деревняға барамын. Қызыл телпек осылайша жолға шығып, орман ішінде келе жатады. Бір кезде қарсы алдынан қасқыр жолығады. Қап, мына қызды жек қойыр деме бе. Ана отын кесіп жүрген отыншылар болмаса, енді өзінен жөн сұрайын. Кішкентай қызды қайда барасың өзің? Әжеме бара жатырмын. Оған апам пісірген мына күлше нанмен бір құмыра майда апарып беремін. Әжем қайда тұрады? Әжем өте алыста тұрады. Анау дерменнің ар жағындағы деревняның шеткейінде тұрады. Жарайды. Онда мен де сенің әжеңе барып шығайын. Мен мына жолмен жүрейін, сен анау соқпақпен кет. Қайсымыз бұрын барар екенбіз? Қасқыр осыны айтып, ең төте жолмен барынша жорта жөнеледі. Ал қызыл телпек болса, асықпай, бұраң жолмен аяңдай береді. Жолсырай әлсін тоқтап, гүл тереді. Қызыл телпек болса, әлі дерменге жетіп үлгірмеген екен. Ал мен төте жолмен лезде кемпірдің үйіне жеттім. Енді осы үй болар. Есігін қағайын. Бұл кім есік қағып тұрған? Бұл мен, немереңіз қызыл телпекпін. Мен сізге қонаққа келдім. Күлше нан мен бір құмыра май әкелдім. Айналайын кішкентай қызым. Қызыл телпегім екенсің ғой. Әжең науқастанып жатыр. Жепті тартып қалсаң, есіктің ілгегі ашылады. Кіре ғой қалқам. 3 күн бойы нәрді атқан жоқ едім. Әбден ашықтым. Мына кемпірді бас салып, бірақ жұтып алайын. Содан кейін кемпірдің төсегіне жатып, қызыл телпектің келуін күтемін. Болған? Бұл әжемнің өзі бар. Суық тиіп дауысы қарылып қалған ғой. Бұл мен, немереңізбін. Қызыл телпекпін. Сізге күлше нан мен бір құмыра май әкелдім. Айналайын, ауырып жатырмын. Жіпті тартып қалсаң, есіктің ілгегі ашылады. Кіре ғой. Әжеу, қолыңыз неге осынша үлкен? Сені қаттырақ құшақтау үшін болам. Әжеу, әже,
Құлағыңыз неге осынша үлкен? Жақсырақ естушім, балам. Әже, көзіңіз неге осынша үлкен? Жақсырақ көрушім, балақай. Әже, түсіңіз неге осынша ірі? Сені тезірек жалмаусың, балам. Деген шақ залым қасқыр оны бас салып, басындағы телпегімен қоса қылғытып салды. Ағайда қыздың бақытына қарай дәл осы кезде үй тұсынан иықтарында балталары бар отыншылар өтіп бара жатыр еді. Олар айқай шуды естіп үйге жүгіріп келді, қасқырды өлтіріп, дереу оның қарнын жарды. Одан қызыл телпек пен әжесі шыға келді. Айналайын. Екеуі де дін аман, баяға қаз қалып екен.